Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен асқабақтан жасалынатын пирогтың рецебімен бөлесетін боламын. Ең бірінші тестін дайындап аламыз. Ұнға сары май, жұмыртқа, сахарный пудра, қосытқыш салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған тестіні тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдын ала қайнатылған асқабақты блендерден өткізіп алам. Езілген асқабақты бөлек ыдысқа құйып, үстіне имбирь, корица, жұмыртқа, сгущенка құйып араластырамыз. Келесі енді тестімізді жайып, оны формамызға саламыз. Енді үстіне салмасын құямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Осымен асқабақ қосылған пирог дайын. Холодильникке бірнеше сағатқа салып қоямыз. Суығаннан кейін барып кесеміз. Асқабақты ұнатпайтындар бұл пирогтың дәмін көрсе, міндетті түрде ұнататын болады. Видео ұнаса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.